Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді сгущенка қосылған пирог дайындайтын боламыз. Өте тез дайындалады. Соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Кішкене тұз, сосын 350-400 граммдай сгущенкамызды қосамыз. Содан соң 45-50 граммдай сары майымызды ерітіп, осы массамызға саламыз. Жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Енді үстіне ұнымызды бірден бәрін салмай, біртіндеп саламыз да араластырамыз. Достар, бұл пирог өте дәмді болып шығады және көп уақытты алмайды. Ең тиімді ингредиенттерден дайындалады. Балаларыңызға, отбасыларыңызға дайындап көріңіздер. Пирогтың ингредиенттерін описание бөлімінде қалдырып кетемін. Міне біздің массамыз дайын болды, қою қаймақ сияқты болады. Ендігіде формамызды алып, сары май немесе кокос майын жағамын. Менде кокос майы. Жақсылап жағып, үстіне осы массамызды құямыз. Енді пешімізге 180 градуста 25-30 минутқа қоятын боламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жұмсақ әрі дәмді. Балалар әсіресе сүйіп жейді. Тез шайға дайындауға болады. Егер де ұнаса, каналыма жазылып, менімен бірге дайындап көріңіздер. Көп рахмет. Сау болыңыздар.